Сәлем достар, менің есімім Гүлмира, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан копилканы жасап көрсететін боламын. Олай болса менімен бірге болыңыздар және де өздеріңіз копилка жасап үйреніңіздер. Достар, қазіргі таңда осындай копилкалардың бағалары 2500-3000 теңге шамасында. Дегенмен сіз бұндай копилкаларды қолдан жасап алсаңыз болады. Ол үшін сізге бар жоғы осындай босаған қорап қажет болады. Және де осындай қайшы қажет болады. Одан кейін электронды таблица, осы 3 зат арқылы сіз өзіңізге керекті копилканы жасап аласыз. Бізге электронды таблицаны жасау үшін Excel және де PowerPoint программалары қажет болады. Осы программалар арқылы сіз өзіңізге керекті таблицаны жасап аласыз. Достар, кестені жасау үшін Excel программасына кіресіздер, пи әрпіне дейін әртүрлі сандарды жазып шығасыздар. Мысалы, сіз 1 миллион теңге жинамақшы болсаңыз, онда 2000-2500 теңге дейін бастап сандарды жазып шығатын боласыздар. Және де общий сумманы сіздер барлық сандарды скопировать етіп көре аласыздар. Мен мысалға 1 миллион теңгелік копилка жасамақшы едім. Сол үшін мен мына жерде барлығын қосқан кезде 1 миллион теңге шығып тұр. Одан кейін сол кестені скопировать етіп, PowerPoint-ты ашып, сонда саламын. Одан кейін мен сонда кестені салғаннан кейін Google-дан әдемі рамкаларды өзіме жүктеп аламын. Мен осы рамканы, достар, назадный план деген бар, соған жайғастырамын. Одан кейін барып кестені осы рамканың ортасына қарай орналастырамын. Сосын кестедегі әріптер менде әдемі көрінбей тұр, оларды жирныйға ауыстырып, нақты көрінетіндей жасаймын. Сосын әріптерді кішкене үлкейтемін. Одан кейін барып өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі арманыңызды немесе басқа да заттарыңызды, саяхатқа жинап жатсаңыз, саяхатқа деген секілді сөздеріңізді жазып қойсаңыздар болады жоғарыға. Ал мен арманыма өзімнің жинап жатырмын, сол себепті де өзімнің арманыма деп жазып қойдым. Одан кейін барып астыға ортақ сумманы жазсаңыздар болады. Барлығын өздеріңіз қалағандай етіп жасауға болады. Достар, менің сіздерге арналған керемет сыйлығым бар. Ол электронды таблицалар. Егер де маған Instagram парақшама тіркеліп, таблица деп жазатын болсаңыздар, мен сіздерге дайын электронды таблицаларды жіберетін боламын. Сол арқылы сіздер өздеріңізге керекті копилканы оңай жасап аласыздар. Олай болса, менің видеом осымен тәмам. Егер де видео ұнаған болса, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.